сабағымыз 76 сабақ. Заттың қимылын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу рөлге бөліп оқы дейді. Жау жаңбыр дейді. Түнерген бұлт сұрланып, құйды селді себелеп. Жел қосылып долданып, болды нөсер керемет. Жау жаңбыр, жау егіннің көк өссін. Солдай бұран құрақты, айдын шалқар көл өссін дейді. Нөсер қатты жауатын өткінші жаңбыр екен, өткінші жаңбыр екен. Жаңбыр жауарда ауа райы қалай өзгереді? Қараңыздар. Жаңбыр жауарда күн көзін бұлт жабады. Жел күшейіп, найзағай ойнайды. Естіп жазады екенсіздер. Жаңбыр жауарда күн көзін бұлт жабады. Жел күшейіп, найзағай ойнайды. Жаңбырдың қандай пайдасы бар дейді? Жаңбырдың пайдасы қандай екен? Жаңбыр мол болса, егін жақсы шығады. Жаңбыр жерді қуаңшылықтан сақтайды екен, иә? Жеріміз көк көмбек болып, шөптеріміз мол болады, иә? Мол болса, біздің қой, малдардың бәрі тойып жейді екен, иә? Малдың азығы болады екен. Келесі. Қараңыздар, екінші жаттығу мәтінді қатесін түзеп жаз дейді. Мәтін қатесін түзеп жазады екенбіз. Бұлт ортасынан ыдырады. Ауа райы бұзылды. Күн көзі бұлтқа енді, жаңбыр жауды дейді. Бұл жерде қимылды білдіріп тұрған сөздер тапты. Не істеді? Ыдырады. Ауа райы бұзылды. Ауа райы не істеді? Бұзылды. Күн көзі бұлтқа енді. Не істеді? Енді, иә? Жаңбыр жауды. Не істеді? Жауды деп жазады екенбіз, иә? Осы екінші жаттығуымыз екен. Мына осы қателерін түзеп жаздым. Сіздер де естіп жазсаңыздар болады екен. Енді қараңыздар. Келесі үшінші жаттығу берілген сызба бойынша сөйлем құрады дейді. Міне сөйлем құрайды екенбіз. Бет жаздақ болады екен. Айбек мектепке келді, иә? Бір-бірін байланысып тұр. Далада жаңбыр жауды. Далада жаңбыр десек те болады екен. Жаңбыр жауды деп сызбамен естіп бір-бірімен байланыстырсақ та болады екен, иә? Міне, естіп жазады екенбіз. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.